Бәріне сәлем, бүгін жасанды интеллект арқылы өзіміздің видеоларымызды басқа тілге аударамыз. Мен бұл туралы видео шығарғам, міне осы видео. Бүгін соны жалғастырамыз. Ол жерде өте қиын, бүгін өте оңай сайт арқылы жасаймыз. HTTPS.io деген, міне сайт GitHub.io. Бұны бір адам жасаған, сосын осылай тегін жасап қойған. Бізде бірінші осылай шығады, телефоннан да осылай шығады. Настройка дегенді басамыз, сосын осы жерге текст жазамыз. Мысалға кез келген қазақ тілін, сосын мына жерде Дмитрий дегеннің орнына кез келген тілді аласыз. Қаншама тіл бар. Қаншама тіл еще екі дауыстан, әйел және еркек. Міне мысалға мен Айгүлді аламын. Сосын қайтадан айтып өткен, бұл туралы Айгүл және Дәулет, бұл қазір бүкіл қазақстандық проект, бүкіл жерде дыбыстайтын бар ғой, DID Studio деген, сол жерде де қолданады. Сол бізде бітті. Сохранить MP3 дейміз, сосын путьті таңдаймыз. Мысалға выбор папки, сохранить, открыть и запущено, сохранено. Бұл қандай папка? Қызы. Не? Сол жерге сақталды. Тыңдайық. Қазақ тілін құрметтету үшін өзіміз мықты болуымыз керек. Бұл жерде өте маңызды, ұмыт кеттім. Скоростты нөлге қоямыз. Келесі Ctrl-X переводчикқа кіреміз, сосын қоямыз. Мысалға ағылшын тілінде алдық. Ctrl-ға басамыз. Мына жерде мысалға English дегенде табыламыз. English. Мына деген бар Христофтерді қоямыз. Сосын сохранить по MP3 дейміз. Қайттан нені таңдаймыз. Қызы. Сосын астыға қарай түсіреміз. Сохранение деп. Қайттан кіреміз. Қызыға текст 02. Тыңдаймыз. In order to respect the Kazakh language, we must be strong. Болды. Осылай. Яғни сіз өзіңіздің кез келген видеоңызды аласыз. Мысалға мен қазір көрсетейін. Мысалға дерек көзге мен көрсеткем. Hello, my friends. In front of you is a helmet that I made. The pointed part of the helmet is called. Яғни ол жерде біз қалай жұмыс жасаймыз? Сіз өзіңіздің жазып аласыз, бірінші осылай видео түсіріп аласыз, сосын астына осылай субтитрлерді жазып шығасыз. Сосын субтитр арқылы мұнда келіп, барлығын қоясыз, сосын озвучка жасайсыз. Монтажда үстінен наложение қоя саласыз. Болды. Karkara. This is called undick. A bird spell. Дәл солай кез келген тілде жасауға болады, орыс тілінде. Здравствуйте, друзья мои! Перед вами шлем, который я сделал сам. Заостренная часть шлема называется каркара. Это называется ундик. Болды. Келесі түркше. Merhaba dostlarım. Senin önünde benim yaptığım bir kask var. Болды. Осылай жасасаңыз болады. Тіркелуді ұмытпаңыздар, басқа да видеолар болады. Бұл өте ыңғайлы сайт. Себебі алдындағы мен көрсеткен Google ол өте қиын, күрделі. Бұл шықты. Жақында Jarvis шығады, келесі видео мүмкін Jarvis компьютерге қою. Сол себептен сау болыңыздар.